Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 78-ші сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Табиғатты қорғаймын, көмектес септік. Көмектес септіктің жалғауын білемін, өз пікірімді дәлелдей аламын. 68-ші жаттығу: жұмбақты оқып, шешуін тап. Тұмсығымен ояды, ұя салып қояды. Табыңдаршы балалар, ол қандай құс болады? Әрине, бұл жұмбақтың жауабы тоқылдақ құсы. Қарамен жазылған сөзге сұрақ қой, бұл қай септіктің сұрағы? Тұмсығымен, несімен, немен деген сұраққа жауап береді, көмектес септіктің сұрағы. Көмектес септігіндегі зат есімдер кіммен, немен, кімдермен, нелермен деген сұрақтарға жауап береді. Көмектес септігі атау септігіндегі сөздерге мен, бен, пен жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды көмектес септік жалғаулары деп атайды. 69-шы жаттығу: сөйлемдерді көшіріп жаз. Мұхиттар теңіздермен жалғасып жатыр. Ақбидай күннің нұрымен, жаңбырдың суымен өседі. Гүлсім табиғатты аялау туралы әңгімені зор ықыласпен тыңдады. Марат мұзайдынға атасымен келді. Бір-біріне түсіндіре отырып, сөйлем мүшесіне талдаңдар. Көмектес септігіндегі сөздер сөйлемнің қандай мүшесі болып тұрғанын айтыңдар. Мұхиттар теңіздермен жалғасып жатыр. Теңіздермен сөзі көмектес септігінде тұр, тоқтауыш қызметін атқарып тұр. Ақбидай күннің нұрымен, жаңбырдың суымен өседі. Нұрымен сөзі тоқтауыш қызметінде, суымен сөзі анықтауыш қызметінде тұр. Гүлсім табиғатты аялау туралы әңгімені зор ықыласпен тыңдады. Ықыласпен сөзі анықтауыш қызметін атқарып тұр. Марат мұзайдынға атасымен келді. Кіммен келді? Атасымен келді. Тоқтауыш қызметін атқарып тұр. 70-ші жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Құрлықтың айналасуымен қоршалған бөлігі арал деп аталады. Бір-біріне жақын жатқан аралдар тобы аралдар шоғырын құрайды. Оны топ арал дейді. Теңіз толқындары жүздеген жыл бойы жағаны шайып бұзады. Одан құрлықтың белгілі бір өңірін бөледі. Әуелі әлгі жер бөлігі құрлықпен жіңішке мойнақ арқылы жалғасып жатады да түбек деп аталады. Бірте-бірте мойнақты су бұзғаннан кейін арал пайда болады. Мәтінге ат қой. Мәтінге арал деген атау беруге болады. Көмектес септігінде тұрған сөздерді тауып, өз пікіріңді сызбаны пайдаланып дәлелде. Мәтіндегі көмектес септігіндегі сумен, құрлықпен сөздері. Бұл көмектес септігіндегі сөздер. Себебі немен деген сұраққа жауап беріп, көмектес септігінің мен деген жалғауы жалғанған сөйлемде тұрлаусыз мүше қызметін атқарады. 71-ші жаттығу: ұйқасына лайық сөзді қойып, өлеңді көшіріп жаз. Тұмсығымен шымшып, құрт тереді шымшық. Сылдыр қағып, таудан құлап, жатыр ағып, мөлдір бұлақ. Шығыс көмектес септіктеріндегі сөздерді тап. Көмектес септігіндегі сөзді сөз құрамына талда. Сонда не байқадың? Көмектес септік: тұмсығымен, тұмсық атау септігі, мен көмектес септігінің жалғауы, немен деген сұраққа жауап береді. Таудан, тау атау септігі, дан шығыс септігінің жалғауы, неден деген сұраққа жауап береді. Шығармашылық үзіліс: 72-ші жаттығу: сөздерді оқы, тек көмектес септігіндегі доптарды торға түсір. Қылқаламмен, кітаппен сөздері көмектес септігінде тұр. 73-ші жаттығу: жағдаяттан шығып көр. Жаздың бір шуақты күнінде Асқар мен Болат көл жағасына демалуға барды. Олар суға шомылып күнге қыздырынды. Өздерімен бірге әкелген қарбыздарын жеді. Қарындары тойған балалар қарбыздың қабықтарын суға лақтырып ойнады. Үлкен кісілердің ескертпесін естімегендей сыңай танытты. Бірін-бірі қуалап ауылға қарай жүгіріп бара жатты. Балалардың әрекетін қалай бағалар едің? Олардың орнында болсан, не істер едің? Мәтіндегі балалардың әрекеті дұрыс болмады. Сол жерде тұратын, өмір сүретін болғандықтан, әлі талай өздері немесе ауыл адамдары сол судан нәр алатынын ескермеген екен. Табиғатқа зиян келтірмей, тиісінше тазалықпен, жанашырлық таныту керек. Су көзі таза болмаса, немесе жойылса, келер қауіпті түсінген жөн. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.